Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында бургер дайындап үйренетін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өйткені фастфудтағыдан да өте дәмді болып шығады. Және менің арнамның дамуына үлес қосып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бургеріміздің қамырларын дайындаймыз. Жылы суымызға тұзымызды, дрожжымызды салып, жұмсақ етіп, қамыр илеп аламыз. Мен барлық ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырып кетемін. Қамырымызды илеп алған соң, жылы жерге шамамен 1 сағаттай қойып қоюымыз қажет. Дайын болған қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Міне осылай жұмсақ болып шығу қажет біздің қамырларымыз. Енді ұнға аунатып, бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелетіп алыңыздар. Осылай қолымызбен дөңгелетіп алған соң, қамырларымыздың бетін сүлгімен жауып, тағы да 5-10 минутқа қойып қойыңыздар көтерілу үшін. Достар, осы рецептпен жасасаңыздар, бізде 7 бургер шығады. Егер сіздерде адам саны көп немесе аз болса, рецепті көбейтіп жасауға болады. Дайын бургерлерімізді қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Егер сізде күнжіт болса, бетіне күнжіт себіңіздер, өте әдемі көрінеді. Дайын бургерлеріміздің үстіне сары май жағып аламыз. Енді котлетті дайындауға кірісеміз. Ол үшін етімізді дайындап аламыз. Менде сиыр еті. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа фарш қоссаңыздар да болады. 2 тілім нанның үстіне ыстық су құйып жібітіп алдым. Сіздер су немесе сүтке жібітіп алсаңыздар болады. Оған дейін пияздарымызды аршып, турап дайындап аламыз. Достар, біздің фаршымыз қаншалықты майлы болса, котлетіміз сондай дәмді болып шығады. Пияздарымызды видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп турап алыңыздар. Енді дайын болған пиязымызды фаршымыздың үстіне салып аламыз. Біздің нанымыз да уже жібіп қалды, дайын болып қалды. Міне нанымызды да алып, осылай қолымызбен бөліктерге бөліп салып аламыз. Суын кішкене сығып алыңыздар. Егер сіздерде фарш болмаса, тауық етімен наггетс жасап та жасасаңыздар болады. Ол да өте дәмді болып шығады. Енді үстіне тұзымызды, бұрышымызды өз қалауларыңыз бойынша приправа қоссаңыздар болады. Бізде фаршқа арналған немесе сиыр етіне арналған приправада қоссаңыздар болады. Жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып алыңыздар. Барлық жерін біркелкі араластырып, нандарымыздың барлығын ұсақтап, қолымызбен мыжып, жақсылап араластыруымыз қажет, достар. Енді котлеттерімізді дөңгелетуге кірісеміз. Пішінін жасаймыз. Егер сіздерде дөңгелек форма болса, сонымен жасасаңыздар өте ыңғайлы болады. Егер жоқ болса, осылай мен сияқты қолымыздың көмегімен дөңгелетіп жасап аласыздар. Котлеттерімізді жасап дайындап, кішкене уақытқа холодильникке қойып қойсаңыздар да жақсы болады. Ал уақыттарыңыз жоқ болса, сразу жасауға да болады. Енді табамызды қыздырып, үстіне осылай сұйық майды құямыз. Кішкене көбірек етіп құйыңыздар, өйткені бізге котлетке көбірек май керек болады. Енді алдымен котлеттерімізді орташа отта осылай пісіріп аламыз. Одан соң оттың астын азайтып, табамыздың бетін қақпақпен жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Достар, піспей қалады деп қорықпаңыздар. Астын баяулатып қойсаңыздар, котлеттеріміздің арасы піседі.
біздің бургеріміздің заттары дайын болды. Енді бургерді жинауға кірісеміз. Пияздарымызды осылай дөңгелетіп турап аламыз. Помидорды да солай дөңгелетіп турап аласыздар. Арасына қосатын заттарды өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Тағы да қияр қоссаңыздар болады. Егер де сырды ұнататын болсаңыздар, плавленый сырды қоссаңыздар болады, өте дәмді болады. Біздің балалар жемейтін болғандықтан мен қосқан жоқпын. Бургеріміздің ортасын кесіп, арасына осылай кетчуп пен майонезді жағып, араластырып алыңыздар. Егер сіздерде үйде горчица болатын болса, одан да кішкене қосып араластырсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Кетчуп пен майонезді жаққан соң, үстіне салат жапырағын қойып алыңыздар. Енді үстіне котлетімізді қойып аламыз. Оның үстіне помидорымызды және пиязымызды. Өз қалауларыңыз бойынша тағы да басқа заттар қоссаңыздар болады. Міне достар, біздің бургерлеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің арнама тіркеліп кетіңіздер, алда осындай көптеген рецепттер шығатын болады. Назарларыңызға рахмет.